Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Итмұрын жемісінен шай, тамырынан тұнба қайнатып ішсеңіз, қандай пайдасы болатындығы туралы айтамыз. Адам күн сайын 2 грамм ұнтақталған итмұрынды жеп отырса, сергектік сыйлап, жыныс қабілетін көтереді. Ұнтақталған дәнді 5 минут ақырын қайнатып, термоста 30-40 минут ұстап шектеусіз іше берген жағдайда есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзалардың жасаруына септігін тигізеді. Тағы бір тәсілі, бір ас қасық ұнтақталған итмұрын дәнін 400 грамм қайнап тұрған суға салып, су моншасында 15 минут қайнатады. Оны тәулік бұқтырады. Осыдан әр жолы жарты стаканнан күніне 2-3 рет ішеді. Балаларға бал қосып беруге де болады. Осылай күніне 1,5 стаканнан ғана ішіп жүрген итмұрын сусыны бауыр, өт, қуық жұмысы ырғағын жақсартады. Адамның жұмыс қабілеті төмендеп, жылдам шаршайтын болса, қан құрамы өзгеріп, өкпеде туберкулез белгілері байқалса, бұл сусынды үзбей 2-3 ай ішкен жөн. Қаназдыққа қарсы 2 ас қасық ұнтақталған дәнін жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатып бұқтырып, күніне 3 рет астан бұрын 150 граммнан қабылдайды. Итмұрынның тамыры да күзде жиналады. Одан әзірленген тұнба бүкіл ағзаны сауықтырады. Қолдану әдісі де тым қиын емес. Тамырын турап, 1 ас қасығын жарты литр суға 10 минут ақырын қайнатып, жарты стаканнан күніне 3-4 реттен ішсе, бойдағы зат алмасуды реттейді, жұмыс қабілетін арттырады, қан құрамын жақсартады. Түрлі жаралардың жылдам жазылуына да ықпал етеді. Тамыр тұнбасын сонымен қатар өтті айдайтын, зәрді жүргізетін, сұйық болып өтетін ішті де тоқтататын, туберкулездің алдын алатын, тәбетті ашатын да қасиеттері бар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.